Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен дастарханның сәні болып жүрген хит рулеттердің бірі етті рулет дайындайтын боламыз. Видеом пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Барлық керек ингредиенттер әдеттегідей описанияда көрсетілген. Ең алдымен сырды осылай теркадан өткізіп аламыз. Оның үстіне майонезімізді қосамыз. Одан кейін жұмыртқаларымызды саламыз. Жарманы да қосамыз. Тұз, бұрыш, яғни қара бұрыш, дәміне қарай барлығын қосып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Әдемі түс беру үшін кез келген пищевой сары түсті пайдалансаңыздар болады. Кішкене ғана қосып, барлығын қайтадан жақсылап араластырамыз. Осындай керемет сары әдемі түс шықты. Пергамент қағазын формамызға төсеп, егер сіздер жабысып қалады деп қорықсаңыздар, астына кішкене май жағып жіберіңіздер. Үстіне қоспамызды осылай салып, қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Барлығын бір келкі тегіс қылып жайып шығыңыздар. Енді 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің омлетный рулетіміз дайын болды. Начинкасын дайындағанша рулетімізді осылай орап қойып қоямыз. Начинка үшін ең алдымен осылай орташа пиязды алып, оны турап, баяу отта майға қуырып аламыз. Осылай сары әдемі түске енгеннен кейін оны фаршқа қосамыз. Бізге 250 грамм фарш керек. Фарштың үстіне пиязды салып, оның үстіне тұз, қара бұрыш қосып дәміне қарай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді рулетімізді ашып, оның ішіне дайын болған начинкамызды орналастырамыз. Начинканы бір тегіс қылып жағып шығу керек. Осылай қасықтың көмегімен рулетіміздің шет-шетіне дейін апарып, тегістеп жағып шығыңыздар. Жағып болғаннан кейін жаймен рулетімізді осылай ораймыз. Орап болғаннан кейін рулеттің үстін фольгамен жауып, тағы да орап шығамыз. «180 градуста 40-45 минутқа пешке пісіріп аламыз. Мінекей біздің рулетіміз дайын болды. Оны фольгадан ажыратамыз. Бұл тағамды ыстықтай ұсынсаңыздар да болады, немесе салқын күйінде де турап салсаңыздар да болады. Немесе холодильникке салып, салқындатып алсаңыздар да болады. Ең шеткі шетін тарелкаға қоймаймыз. Барлығын осылай пышақтың көмегімен
өзімізге керек пішінде кесіп аламыз. Енді өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай тарелкаға орнатып шығамыз. Қасына тағы да басқа түрлі рулеттер қосып қойсаңыздар болады. Ассортиді өз қалауыңызша жасай бересіз. Мен қасына осылай сырные шарики қосып қойдым. Бағасын беріп өтіңіздер. Келесі видеомда осы сырные шарикидің рецептімен бөлісемін. Сіз де менімен бірге жасап көріңіз.